Осылай отырып тиктокты қарап отырсам, мына тиктоктан мына бір бәле хит болып кетіпті ғой. Стекло фрукты дей ма? Бірақ қарап отырсаң бар ғой, аппетитіне аузыңнан суың ақып кетеді екен. Ох деп орнымнан ат тұрып мына офисіме жетіп келгенсің ғой. Тұрып қалған банан бар еді. Не? Ештеңе, жалпы қалайсың өзі, жағдайың жақсы ма деп бұған жағдайын сұрадым да. Не соншама тесіл қарап тұрсың? Жалпы жағдайың жаман емес сияқты, иә? Теспеш маған өзі әдемі жатыр ма? Жатпа, кел бері. Не істейсің ал, айтсайшы маған, не істейсің? Ей, банан болды, қоя сал, сен айт не, айтпады не, бұл бәрібір біздікі сентіп тұр. Молодец, мына алма дайын тұр өзі кесілуге, сен де осы алма сияқты болмайсың ба деп ұрысып бердім да. Сол бәлені жасамай қойшы, болса жасай алмайсың сен. Я қазір бәрі ысырап болып далаға кетеміз, жасамай қойшы. Көрек, басымыз тасқа тегенше дедім да, осылай бірінші очередь менде мұз жоқ болғасын, сосын мешокқа суды қойып қойдым да, морозильникке салып қойдым. Ол қату үшін мұздай болу керек екен су. Сосын келдім да, келесі очередь осылай көз мөлшермен бір кесе шекерімді, сосын көз мөлшермен примерно 100 граммдай суымды құйдым да, газдың отына, қатты отта примерно бір 15 минуттай ма тұрды, 15 минутқа жетер-жетпестей. Солай сендер ерей беріңдер дедім да, келесі очередь осы алмаларды кесуге кірісіп кеттім. Негізі өзім тәттіге қатты құмар жаным бар ғой, бірақ негізі бұл тәттілер үшін жақсы дүние екен десең. Солай не керек, ерем дегенше алмаларының пачақ-пачағын шығарып туратып тастадым да, палчиктерге пачақ-пачағын шығарып тығып салып қойдым да, сахар ерігенше холодильникке сала тұрдым. Сосын бұл адам болмайды ау. Көке, сен сөйлемеші, адам болам ба болмайын ба, сен шаруаң қанша. Көз қорқақ қол батыр дейді ғой, біз де көректі адамдар сияқты жасап деп, солай не керек дегенше мына сахарымызда еріп болған екен. Содан мана мұздай суды еріп, осылай суға бір тамшылап самсық бүреді екенсің, ойыстап қатып қалады екен, сол кезде уже дайын болды деген сөз екен. Солай не керек, көптен күткен алмамды осылай аунатып алдым да, мана мұздай суға салып отырдым ғой, сөйтсем сразу қатып қалады екен ғой бұлар деген. Қатып қалды тек сразу. Міне деп жыр болған стекломызды жек көрейік десек, қытырлаған дәмі деген енді қайта алмайым. Таусының өзі аппетитіне айтыңыздаршы. У меня получилось, Симба. Мен қолымнан келді, қуанып деген, анаң бәрін жеп қойғансың ғой, бітіріп қойғансың ғой, ешкімге қалдырмай, ешкімге көрсетпей, таяғын тастап, мусорға салып жібергенсің ғой. Ал сіздер құр отырмай, тезде лайк басып, комментарий жазып кетіңіздерші. Сіздер істеп көрдіңіздер ме? Істеп көрмесеңіздер, істеп көріңіздер. Всем пока-пока.